Мынау бізде бірінші ерітінді болсын. Оның ішінде тұз бар. Және осы тұзды еріткен су бар. Оның жалпы массасы 200 грамм екен. Және осыған қосылған екінші ерітінді бар. Ол екінші ерітінді массасы міне 350 грамм. Оның да құрамында тұз және су бар. Енді құрамында тұз бен судан тұратын ерітінділер қосылғасын нәтижесінде де тұз және судан тұратын бізде ерітінді шығады. Бұл ерітіндінің біз массасын тауып алайық бірінші. Оны қалай табамыз? Бірінші ерітінді мен екінші ерітіндінің жалпы массаларын қосамыз. Яғни 200-ге 350-ді қосамыз, сонда 550 грамм шығады екен. Ары қарай біз тұздың массасын табу керекпіз. Мына 200 граммның ішінде қанша тұз бар екен? Соны тауып алайық. Масса тұз бірінші ерітіндідегі деп қояйық. Біз 200 граммды ішіндегі тұз 11% болғандықтан сол 11%-ға көбейтеміз де 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде 200-ді 11-ге көбейтіп 100-ге бөлсек, бізде 22 грамм шығады. Сонда мына жердегі тұздың массасы 22 грамм екен. Келесі екінші ерітіндідегі тұздың массасын табайық. Масса тұз екінші ерітіндідегі деп қояйық. 350 граммды көбейтеміз сол ерітіндінің ішіндегі тұздың массалық үлесіне, яғни 17-ге. 17%. Бөлеміз 100%-ға. Сонда 350-ді 17-ге көбейтіп 100-ге бөлсек, бізде 59-да 5 шығады екен. 59-да 5 грамм. Сонда мына жаққа да жазып қояйық, 59-да 5 грамм. Енді бізде соңғы ерітіндідегі тұздың массасын табу үшін дәл жаңағыдай ерітіндінің массаларын қостық қой. Дәл сондай қылып біз тұздың массаларын қосамыз. 22-ге 59-да 5-ті қосайық. Масса тұз жалпы деп жазайық. 22-ге 59-да 5-ті қосамыз. Сонда 81-де 5 шығады. 81-де 5 грамм. Ары қарай бізге массалық үлестің формуласын білеміз. Массалық үлес тұз. Біз тұздың массасын ерітіндінің массасына бөліп, оны 100-ге көбейту керекпіз. Сонда бұл жерде тұздың массасы 81-де 5, жалпы ерітіндінің массасы 550, сосын оны көбейтеміз 100%-ға. 81-де 5-ті 550-ге бөліп 100-ге көбейтсек, бізде 14,8 деген жауап шығады екен. Бұл бізде В вариантты. Есеп ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетеміз.